Gündüzde, günde de seni istedim. Kimsin sen, kaynasın, sonuna gelmedim. Bir de varsın, bir de şu, sen ben. Жарқырағанын емімі тоты, күнімді жалғайсың. Сән көркіңді көргенде елжіреті, баурап мен... Жігіттер, басқа. Куратор күтіп алады деп ойламадым. Айтжанов, сабақ қайда? Академийский алған жоқ па бір жылға? Абай, бара берші Абай. Ыстық қаласы Абай. Ертең сабаққа келетін бол. Болды Абай. Қалайсыңдар? Жігіттер, адушия күтіп алатқандар. Саған? Жаңа Оралдың балдарымен бір пойызда келем ғой. Қорқып кеттім, біле, жауып кетем ме деппін. Қорқып қалдың ба балармен? Что-то мен не план деп отырсың, сауна или үй? Бірінші бар ғой, ана военкоматта Нұрбекті алайықшы. Пейде шығар мен донер жеп отқан жеріме армия алып кететін. Кут, айрам, кетті жігіттер. Яғни қарап тұрман да тай жеп отқан жерде. Барман бір бәлі. Барман бір бәлі. Барман бір бәлі. Барман бір бәлі. Осындай әңгіме. Армысыздар қазақ елі, эфирде бас жаңалықтар. Әншілер мен блогерлердің жаппай жекпе-жекке кетуіне байланысты кәсіби спортшылар наразылық білдіруде. Олардың айтуынша, әркім көтін қысып өз шаруасымен айналысу керек. Алматы жаңалықтары. Кеше ғана Қыз Жібек есімді бойжеткен түнгі клубтардың бірінен жібек болып оралды. Бұған күнәлі Төлеген бе, әлде соңына бірнесе қосып жіберген Бекежан ба? Бұл іс бойынша бишешендер айналысып жатыр. Арнамызға келіп жеткен шұғыл хабар. Ақтөбе қаласында тағы да жаппай төбелес орын алды. Оқиға орнына барып келген тілшіміздің айтуы бойынша, шым қырылыс болған дейді ғой. 2004-тер 2005-тер пышақтаған дейді. 2005-тер талпа жинап, 2001-лер пышақтап кеткен. Одан 2001-лер 99-дарға шапқан дейді ма, қырғын болған дейді ғой жерде деген. Соңғы рет пышақталған бала кім дейді? Руслан дейді. Кім? Руслан. Біздің двордағы емес пе? Сол. Русия ма кәдімгі? Даныңа сөндір онда кеттік жүр. Неғып отырып мектеп жүр, кеттік жүр, баста. Аружан, бүгін погода күшті болып тұр да? Тура сен секілді. Әзіл деймін ғой. Томан тұрсын бә? Туындым. Ренжімеш, енді машинам жоқ, енді бұйырса алам. Мен келдім уже, біздің жақ. Осы ма үйің? Все, жақсы, давай. Салон жағай. Салон жағай. Не де болса ремонтты вовремя бітіріп алдық. Қанен, менде жақсы бір ой келіп отыр. Ана біздің кіші бала ше, өсіп қалды, ер жетті. Мына возможность бар кезде бір өсіп, көріп, білсін деп, жер көріп, ел көріп білсін да. Пока жағдай бар, мал бар, связь бар кезде оқуға жерсе қалай? Ресейге. Князьдардың қасына барсын. Тем более біздің баладан жақсы бір потенциал көріп тұрмын. Жіберейікші? Твай мать, қаяқтан шығарып аласың сені осындайды? Бір басыңа келмейтін нәрселерге кетіп бар ғой. Жіберейік деп ана үлкен баланы жібердің ғой. Ана қолхатына қыруар малын жұмсап, бүкіл үйреніп сатып. Не үйреніп келді ал? Шетелге бараттан құрылыс жасап жүрген өзбектермен араласып, келгенде окиясы. 1 грамм шет тілін білмейді. Ойбай, енді? Жібермеймін мен ауылын. Жүрсін ауылда, мал бақсын. Хотя бы ауыл молдасына берек, әріп танысын, есеп шығарсын, хотя бы элементарный затты білсін да? Жүре бере ма не өстіп енді? Ауылдың молдасы ма ма? Я? Тупой ғой ол. Бірді бірге қоса алмайтын молда ма?
қолынан тек балап іше келеді сүндетті. И то заражение қылады. Күл сепкен бас істемей ма сол? мә ханем, сіздің осы мышлениеңіз бар ғой, вообще түсінбеймін мен. Қанша жыл осы үйде тұрып жатырмын, жоқ, естігенім осы жоқ бар емес па? Шаршадым, мына жерімде тұру уже бар ғой. Бір психологиялық ауытқуыңыз бар ма, білмеймін, или кішкентай кезіңізде көп травма алғансыз ба, бір невротиксіз бар ғой, қойыңызшы. Көтің қысшы сен бар ғой, қаяқта сен невротиксің, басың жасамай біресе қаяқта жоқ біресе шығарып алып. Ертең сен мен жұтқа қалай таныстырам, ол менің әйелім деп. В смысле әйелім? Мен де әйелім. Бір еркелетіп, қатыным деп айтуға болады ғой. Әйелім А? что? Сөйтіп айтайын ба? Я? Қатыным деп айтайын ба? Я? Солай күшті ме? Я нұртай. Нағыздарыш. Әдемі ме? Тым жақсы. Кеше инстаграмда болдым. Бір-бірімізге подписымыз пока. Историясын ат етпей жүрмін. Тұр, таныс қой, что тұратшы. Мына әділет, сен сөйлескен қыз емес па анау дейді. Қайсы? Салон зағай. Қойшы сөйлестің ба не сен, брат? Сен сөйлесушісің ба? Пауза. Қандай қыз, брат? Таста, қате. Болмайтынымыз по идее бар ғой. Дұрыс қыз сияқты ғой инстаграм арасың. Сен менен сұрашы, сен по адресіге келдің ғой. Короче, алда Нұрлан вечері болды ғой, коттеджде. Екеуміз бір бөлмеге алып қойдық қой. Иә. Екеуміз бар ғой. Бұл видео артында сұлу көп қыздардың қолдауымен түсірілген. Жігіттер, қызға қолдарың жетпей қалды ма? Көттеріңді қысың. Сталмайым деп ойладың ба, бауырым? А? Біз проводниктер жердің астынан түсіп кетсең де, любой жерден, любой местоположение, локациядан суырып аламыз. Сен ше маған вагонға кіріп келгеннен ұнамап едің? Зарядка бар ма? Неге туалетный бумага жоқ? Сен қыздармен қатты әңгіме айтып қоясың ғой. Туалетте не істедіңдер? Мойындайсың ба, мойындамайсың ба, саған айтайын. Братан, мен емес қой енді. Қалай? Мен емес, қай орын? 12-ші вагон? 4-ші орын. Сен ба? Я, мен. Кока, шығаршы. Көрсетейін мен саған. Мойындамайсың ғой. Сен ба мына бет сүртетін орамалға балшық аяқ киім сүртіп кеткен? Я, мен. Кока ана мойындап тұр. Өзің как обычно. Өзіміздің система ғой. Керек емес еді, братан. Қоян! Братан. Давай, жаңалық болсын. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces. Мә күштер салатсың? Не ойласам мен салат деп. Қой, қайдағы сен? Үй тапсырмасы ғой. Қалай, нормально ма? Мен сен қарап шабат алмайын ба? Келіп тұршы осылай. Титаниктағы да келгеніңше еш. Титаник көрмейді. Напитсан дәмі бар, күшті сияқты. Өзің жей бер, ас болсын. Особо аппетит болмай тұр. Неге бүгін сен настроение жоқ? Жан, сен бір зат сұрайын деп едім ғой. Енді екеуміздің жүріп жатқанымыз особо көп болған жоқ қой, но екеуміз бақыттымыз. Но мен саған сенбеймін. Алдап жүрген сияқтысың мені. Алдындағы апам үйіне қонғанын айтатсың ғой, ол кезде подругам үйіне қонған. Жоқ, оны историядан көрдім апаң үйіне қонғанын. Бірақ та мен саған үйленемін деп шешім қабылдадым ғой. Бірақ
реально алдап жүрген сияқтысың мені. Может, тексерілеміз? сен маған айттың ғой ештеңе маңызды емес, сүйем, кием, өлем деген бәрі қайда кетті? Енді маңызды емес конкретно, просто ертең үйленем, ата-анамның бетіне қалай қарайын, достарым бар дегенде ғой. На всякий тексерілеміз ба? Қалай? Мен таныстарым бар. Кеттік па? Жүр. Давай. Ассалаумалейкум, брат. Уағалейкум ассалам. Брат, короче, саған шаруамен келіп тұрмын. Не шаруа? Короче, мына қыздар жақсылап тұрып қарап алшы. Да, қазір жақсылап тұрып. Осы уақытқа дейін клубқа келмедім дейді да, мен оған сенбеймін. Ну, может, бүйтіп қой, брат, да? Түрі таныс, бірақ келген жоқ вообще. Стоп, братан, достап қарашы, не может быть? Бауырым, 5 жыл болды мен мұнда істеп жүргенмін. Мына жерде старший охраным. Кімнің келіп, кімнің кетіп жүргенін білем. Ал бұл қыз түрі де нормально сияқты, келген жоқ. Келген жоқ дейсің ғой, да? А чё неге маған келіп тұрсың? Просто осы сферада жүрсіңдер ғой, білесіңдер ғой, қалада кімнің қалай қозғалатынын. Шо, сендім, рахмет, брат. Жан. Че, сендің ба? Сенім. Сендің ба деймін саған? Немене қарайсың, сендім. Жүр енді сені тексереміз. Кімді? Сені Қуасың ба, қалай тексерейін деп отырсыңдар еш? қаладағы бүкіл саунаны аралап шығамыз, түсінің ба? Сен қуады екенсің ғой. Есінде болсын, сауналар әбете жұмыс жасамайды. Еще Оксана жұмыстан шығып кетті. Тексермей. Ей, тексермей-ақ қойшы. Барман бір бәлі Барман бір бәлі